Сот орындаушылар несие берешегі жиналып қалған қарыз алушыны қандай есеп шоттарын бұғаттай алмайды. Маған заңгер ретінде сауал жолдаған кезекті оқырманының айтуынша, несиесін уақытылы төлей алмағандықтан шоты арестке түскен. Тіпті мемлекеттен берілетін жәрдем ақы мен алимент түсетін шоты да жабылған. Алайда бұл заңсыз деуге негіз бар. Себебі 2019 жылдан бастап Қазақстанда жәрдемақылар мен алименттік төлемдерді есептеуге арналған шоттарды сот орындаушыларға бұғаттауға тыйым салынды. Бұл тізімге мемлекеттік жәрдемақы мен алименттік төлемдер, азаматтардың тұрғын үй құрылыс жинақтарының төлемдері, білім беру жинақ салымдары, кәмелетке толмағандарды және еңбекке жарамсыз кәмелетке толмаған балаларды асырау үшін алимент түсетін шоттар жатады. Бұлар арнайы шот деп аталады. Мәселен, егер